Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Алақай, демалысқа шығамын». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Ура! Выхожу на каникулы». Ребята, это летние месяца. В эти месяца мы отдыхаем, выходим на каникулы. Давайте познакомимся с новыми словами. Жаңа сөздермен танысайық. Жыл мезгілдері, времена года. Жаз, лето, маусым, июнь, шілде, июль, тамыз, август, көл, озеро, теңіз, море, өзен, река. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Жыл мезгілдері. Жаз, маусым, шілде, тамыз, көл, теңіз, өзен. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді мәтінді оқып аударайық. Давайте прочитаем и переведем текст. Жаз жыл мезгілдерінің бірі. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда мектеп оқушылары демалысқа шығады. Мен шілдеде лагерге барамын. Лагердің жанында үлкен көл бар. Тамызда әкеммен, анаммен қыдырамын. Лето является одним из времен года. Летние месяца – июнь, июль, август. Летом школьники выходят на каникулы. В июле я иду в лагерь. Рядом с лагерем есть озеро. В августе буду гулять с папой и мамой. Ал енді, балалар, мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Давайте выполним задание по тексту. Первое задание. Вместо многоточия мы должны вставить правильное окончание. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып сұраққа ауызша жауап бер. Мы должны ответить на вопрос: жазда балалар қайда барады? Куда идут дети летом? Первое. Жазда балалар ауылға барады. Летом дети идут в ауыл. Жазда балалар лагерьге барады. Летом дети идут в лагерь. Жазда балалар тауға барады. Летом дети идут в горы. Жазда балалар көлге барады. Летом дети идут в озеро. Жазда балалар теңізге барады. Летом дети идут в море. Тағы бір қайталап оқиық. Давайте еще раз прочитаем. Жазда балалар ауылға барады. Жазда балалар лагерьге барады. Жазда балалар тауға барады. Жазда балалар көлге барады. Жазда балалар теңізге барады. Жарайсыңдар. Ал енді суреттерге қарап сұрақтарға жауап берейік. Ребята, теперь нам нужно ответить на вопрос по картинкам. Вопрос у нас такой. Кім қайда демалады? Кто где отдыхает? Здесь у нас есть картинки и кто там отдыхает, написано в картинке белым шрифтом. Первое.
Алибек здесь отдыхает в ауле. Алибек аулда демалады. Саша отдыхает в лагере. Саша лагерде демалады. Анель отдыхает в горах. Анель тауда демалады. Алуа отдыхает в озере. Алуа көлде демалады. Дана отдыхает в море. Дана теңізде демалады. Али отдыхает у реки. Али өзенде демалады. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. На этом наш урок окончен. Сау болыңдар. До свидания.